Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы конституциялық құқықтар мен міндеттер. Бүгінгі біз сабағымызда конституция ұғымымен және де оның қайнар көздерімен, сонымен қатар конституцияның құрылымы мен міндеттемелерімен танысатын боламыз. Конституция Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығының жетекші саласы. Еліміздің қоғамдық және мемлекеттік құрылысының негіздерін, мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық мәртебесін баянды ететін маңызды құқықтық нормалар жиынтығы. Қысқаша айтқанымызда, мемлекетіміздің ата заңы. Кейбір мемлекеттерде Конституция мемлекеттік құқық деп те аталады. Конституция мемлекетіміздің негізгі заңы, қоғам мен мемлекет құрылысының негіздерін, мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару ісін жүзеге асырудың тәртібін, адам және азамат құқығының бостандығы мен міндеттерін реттейді. Конституцияның нормалары мемлекет пен қоғам өмірінің барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени аяларының барлық саласына ықпал етеді. Конституция халықтың тікелей дауыс беру арқылы референдумда қабылданады. Заңдарды Қазақстан Республикасының парламенті қабылдайды. Қазақстан Республикасының ең алғашқы конституциясы 28 қаңтар 1993 жылы қабылданды. Қазіргі қолданыстағы конституция 30 тамыз 1995 жылы қабылданса, ал кейінгі жылдарда 1998 және 2007 жылдар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 1993 жылғы конституция мен 1995 жылғы конституцияның басты айырмашылықтары: 1993 жылғы конституция ескі әкімшілік ережелеріне, көбінесе кеңестік демократиялық қағидаларына негізделе құрылған болатын. Ал 1995 жылғы конституция жаңа қоғам өмірінің талаптарына сай құрылды. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні деп бекітілген. Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Бөлімдеріне тоқталсақ, бірінші бөлімі жалпы ережелер, екінші бөлімі адам